Қазіргі таңда адамдар ірі ауқымды, ауыр салмақты және жобалық жүктерді тасымалдау қызметін көптеп пайдалануда. Осы кәсіпті жанына серік еткен кәсіпорындардың кішісі де, үлкені де бар. Өз кәсіптерін 10 жыл бұрын ашқан ауыр жүк тасымалдаушылардың қазіргі тұрмысы қалай? Қазіргі таңда жүк тасымалдау нарығының көкжиегі кең. Бұл бизнесте құрамында кәсіпқой жүргізушілер мен сыпайы диспетчер, адал есепші мен білікті заңгер бар ұжым ғана алға басады. Өз ісіне адал жандардың бірі Евгений Рачковский. Қазір ол алыс сапарға дайындық үстінде. У меня груз с Новгородской области, с Боровичей на Алмату. Менде қазір Ресейден Алматыға апаратын жүк жатыр. Абырой болғанда бізде Қазақстанда әрекеттердің қыспаққа алуы тоқтатылды. Баяғыдай жолда тоқтатып, қоқан-лоққы көрсетпейді. Ал Ресейде бұл әлі күнге бар. Осындай күнге жеткізген біздің президентімізге рахмет. Кедендік одаққа енгелі бері ауыр жүк тасымалдаушылар арасында бәсекелестік пайда болды. Өйткені жергілікті нарыққа Ресей, Беларусь және Қырғыз елдерінің тасымалдаушы компаниялары шықты. Ал қазақстандықтар жоғары айыппұлдардың кесірінен Ресейде қызмет көрсете алмайды. Мы не можем на территории России, потому что там очень большие штрафы. Біз Ресейде жүк тасымалдай алмаймыз, өйткені ол жақта айыппұл өте жоғары. Ал бізде өзге елдің кәсіпкерлері емін-еркін өз кәсіптерін жүргізеді. Біздің нанымызды тартып алып жатыр. Мемлекет осыны ескерсе екен дейміз. Мұнымен жүк тасымалдаушылардың проблемалары таусылар емес. Кәсіпкерлер 25-59 автобазасының аумағында үлкен боксты жалға алып келеді. Ал ол банкротқа ұшыраған Қазавтотранс акционерлік қоғамының меншігінде. Енді жүк тасымалдаушыларды кәсібімізді қалай жалғастырамыз деген сауал мазалауда. Тоқтар Ғалым, Ләззат Салықова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.